진짜 불쌍해. 오빠 괜찮아요? 다른 여자랑 살려면 뚱뚱해야지. 예. Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жаддарыңыз? Сіздердің бір Корея тұратын мен Құлпынай. Қазір Кореяда Сөлнәл деген мейрам, өздерінің жаңа жылы. Дәл осы кезде біз ата-енеміздің үйіне келдік. Келгенімізге 2 күн болып қалды. Түнімен Думан ауырып шықты. Түнімен ауырып түнгі сағат 3-те жолдасымды дәрі алып келіп беріңіз деп жіберіп, дәрі беріп, ұйықтатып, қазір мен ерте тұрдым, себебі бүгін токгук деген сорпа жасауымыз керек. Ол сорпаны жасау үшін үйде ток жоқ екен. Ток деген корейский күріштің наны не керек? Жоқ екен. Түнде бір оятып жібердім жолдасында. Қазір тоққа тағы жіберіп көрем. Сатып алып келем, алып келмеймін білмеймін. Өткен бейнерізбірі сен күйеуіңді ашсаң алақаныңда жұмсаң жұдырығыңды ұстайсың ба? Сенің де күйеуің кәрістің қыздар сияқты сенен қорқады ма деген сұрақтар келген екен. Көреміз. Қорқады ма, қорықпайды ма? Оятып көрейін, жалпы ояна ма, оянбай ма? Өткен түнде тағы да бір рет оятқан болатынмын. 오빠야, 떡국을 하고 싶은데 떡이 없어요. 사다 줄래요? 미안해요. 밖에 너무 춥긴 한데 근데 어머니 아버님 주무실 때 떡을 해야 돼서 사다 주셔. 두현이 밤에 약을 먹고 잠들었어요. 어제 약 먹고 떨어졌어요. 여기. 사다 줄 수 있어요? 응? 안녕. 미안해. бірақ әлі ұйқысын аша алмай отыр. Қазір барып алып кеп берсе, сосын сіздерге әдемелеп тұрып келіндік қызмет жасаған бейнежазба түсіретін боламын. 왔네? менің келіндік қызметім осы. 우와. 고마워요. 갔다 올게. 날씨 추우니까 카드 챙겨요. 다녀오세요. үйіңде ақшаны кім ұстайды деген сұрақ көп келеді екен. Үйде ақшаны өткен бейнерізбірде айтқандай негізі ортақ. Әркім жаңа тапқан табысымызды біз ортаға алып келеміз. Ортаға алып келгеннен кейін жеке-жеке шығындарымызды бөлек жұмсаймыз. Одан кейін енді негізгі үйдегі ортақ жиналатын ақша менің атымда. Менің атыма жинайды. Баламыздың пособиясы да бәрі менің атыма түседі. О? Асы? 죽겠다. 응가가 잘 나오는데. 왜 또 응가? 마누라 말고 둬야지. 고생했어요. 고마워. 땡큐. 고생했어요. жаңағы айтқанымдай ортақ ақша ортада жиналады, бірақ менің атымдағы шотта жиналады. Ай сайын шығындарымызды бөлек-бөлек алып отырамыз. Егер де ол шығыннан бөлек біздің планнан тыс ақша жұмсалатын болса, онда міндетті түрде бір-бірімізге ескертіп, мысалға жолдасыма жоспардан тыс ақша керек болып қалатын болса, маған мынанша жіберші, мына жерге керек болып жатыр, мына жерге жұмсаймын деп алдына ескертіп алады. И мен де сондай. Егер өзімнің жеке шығынымнан бөлек ақша қажет болатын болса, жолдасыма ескертіп алам, міндетті түрде ескертіп алам. Және менің шотымда болған күннің өзінде де ескертіп алам, что ертең айдың соңында бір-бірімізге мынау қайда кетті демес үшін алдын ала ескертіп аламыз. Сіздерден ең жиі келетін сұрақ, үйде тамақты кім жасайды? Негізінде үйде тамақты жолдасым жасайды. Себебі менің қолымнан бәрі келетін пысық қыз сияқты көрінгеніммен мен тамақ жасай алмаймын. Біреуге күлкілі естілетін шығар, мен қазақтың тамағын да жасай алмаймын, кәрістің тамағын да жасай алмаймын. Ең алғаш үйленген жылдары есімде бір-екі рет тамақ жасап бергенім, жолдасым өзім жасай берейінші деді ғой. Содан кейін өзі жасайтын болған, бірақ мен міндетті түрде қасында көмектесіп отырамын. Қазірде мысалға Сөлнәл деген мейрамда мынаның бәріне толтырып үйде түнімен тамақ істеуіміз керек. Бірақ оған
бірақ оған мен тамақ жасай алмаймын. Сондықтан мен келін болып түскен кезде жолдасым енем айтқан тамақ жасай алмайды Құлпынай деп, содан кейін мен мүлде тамақ жасамаймын. Осындай уақыттарда енем арнайы тапсырыс береді. Үлкен әжеміз Керем дегенше біз бәрін ыдыстардан шығарып, дайындап салып қоюымыз керек. Как будто мен жасаған сияқты. Енем айтып күледі ғой, екеуміз кейін точно біліп қоймасын деп. Барлығын түгел осылай жасаймыз. Енем осылай алдын ала тапсырыс беріп алып қояды. Біз осыны біз жасаған сияқты сала саламыз. Тіпті тұрғызға үшін өзі дайын зал жібереді. Ойбай, сен тамақ істей алмайсың, үйретем деген енем де болған жоқ. Істей алмасаң, істейтін адам істей берсін, еш нәрсе қылмайды. Осылай айтты да маған, қолынан келетін адам жасасын. Сенің де қолыңнан келетін нәрсе көп, сен соны жаса. Үйрен деп айтпаймын деді. Содан кейін мен тамақ істеп үйрену деген менің ойыма да келмеген екен. Үнемі осылай ата-енеміздің үйіне келсек, енеміз осылай тапсырыс беріп алып қоя салады. Ал үйде көбінесе енем тамақ істейді, немесе қыдырып келеміз ата-енемізіне. Сол кезде не енем тамақ жасайды, не жолдасым жасайды. Мен қастарында әрине көмектесіп тұрамын. Мейрам кездерде үйге қонақ келетін кезде барлығын тапсырыспен аламыз, не сырттан жей саламыз. Барлығын осылай дайын ала салдық, енді бәрін қоя саламыз. Бір жақсысы, жолдасым тамақ жасауға деген қызығушылығы бар. Сәлде болсын қызығушылығы бар. Егер қызығушылық жоқ болғанда мүмкін жақтырмас па еді, тамақ істе деп айтар ма еді үйрен деп. Бірақ қызығушылығы болғандықтан өзі жасай береді. Ол жағынан ата-енеме де риза боламын, өйткені жаса, үйрен деп атқан ешкім жоқ. Дайын тамақты алдық та бәрін салып қоя саламыз түгелімен. Тіпті алдын ала жасалған тамақтар, салаттардың барлығы былай келеді. Осылай дайын келеді. Мен бұларды мына тарелкаға аламын да. Мынандай тарелкаға алып, салып, мына ыдысқа қойып, как будто мен жасағандай қоя салам. Неге мына ыдыс? Өйткені мына ыдыс ол тек қана қайтыс болған адамдарға жағдай. Біздің тілмен айтқанда Құран оқытатын кезде қойылатын ыдыс, күнделікті өмірде қонақтарға қойылмайды. Сондықтан осының үстіне ыдыс қоямын да, қойып бере саламын. Тамақтардың бәрі дайын осылай. Құлпынай қыздарыңыз қазақ тамағында жасай алмайды, кәріс тамағында жасай алмайды. Негізі ұят қой, айту ұят, бірақ сондай. Үйдің түрлігін кім істейді? Мақұл, Құлпынай, сен тамақ істей алмайды екенсің. Онда үйдің түрлігін кім істейді деген сұрақ болуы мүмкін. Үйдің түрлігін барлығын машинкалар жасайды дейін да. Кірді стиральный машина жуады, сушилка кептіреді, робот-пылесос жасайды уборканың барлығын, автоматты жаңа посуда жуатын жуады, барлығын автоматтар жасайды. Бірақ әрине біз үйдің түрлігінің бәріне де жолдасым көмектеседі. Өйткені екеуміз де жұмыс жасаймыз. Біреуіміз ғана емес, екеуміз де жұмыс жасайтындықтан біз үйде бірігіп жұмыс істейміз түгелімен. Барлығын бір Құлпынай бір мойныма іліп қойдым деп айта алмаймын. Ал бірақ жолдасымның жақсысы бала тәрбиесінде, Думанның тәрбиесінде. Думанды спортпен айналыстыру, Думанның үй тапсырмасына қарау, сабағын қадағалау, Думанды шомылдыру, ол жағынан түгел мен почти мүлде жасамайын деп айта аламын, өйткені түгел оны жолдасым жасайды. Кімнің қолы, біздің үйде сәл мынандай правила бар. Кімнің қолынан келеді, сол жасасын. Сен жаса, мен жаса деген заң жоқ. Қолынан келе ма, жаса. Міндетті түрде мен жасайын деген әңгіме емес. Өткен бейнежазбаларда біреулеріңіз айтып жатырсыз, ойбай, өзің тидің ба, тыныш кетсей, жарнама жасамасай деген сияқты. Ешқандай да жарнама емес. Кәрістердің де жаманы да бар, жақсысы да бар, басқасы да бар деген сияқты толып жатыр. Просто мен біздің үйдің әңгімесін айтып жатырмын. Біздің үйдің отбасын айтып жатырмын, басқасына мүлде тіл тигізіп жатқан жоқпын. Біздің үйде ақшаны ортақ ұстаймыз. Үнемі көмектеседі, тамақты жолдасым жасайды, балаға жолдасым қарайды, үйдің тірліктерін қазіргі автоматтандырылған заманда барлығын солар өздері істейді. Енді мен үнемі қасында бірге жүремін. Міндетті де бірге жүремін. Менің тек қана жасай алатын бір нәрсем, ол мен ашуланған кезде, мен жынданған кезде, мен әжетхананы жинаймын. Жолдасының жасамайтын, менің жасайтын үйдегі тек қана бір тірлік бар, ол әжетхананы тазалап тұрып жинау. Тыныштық па, ренжіп қалдың ба деген сияқты келіп тұратын әдеті бар. Соншалықты менен қорыққаннан емес, мені сыйлағаннан деп ойлаймын. Жолдасым үнемі қасында көмектесіп жүреді. Кәрістердің барлығы бірдей деген сөз емес, ал мен ашуланған кезде бірден әжетхананы тазалап шығатын әдетім бар. Мен жолдасым менен қорыққаннан өмір сүрмейді, мені сыйлағаннан өмір сүреді. Солай ғой, Иә. Сау болыңыздар. 불쌍하기 뭘 불쌍해. 오빠 괜찮아요? 예. 고생하셔.